Қазақстанда шағын және орта бизнесті тексеруге мораторий тағы бір жылға ұзартылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тексеруге тыйым салатын жарлыққа қол қойды. Құжат 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. Қаулыға сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге жол берілмейді. Отандық кәсіпкерлер мұндай бастаманы қалай қабылдады? Тілші материалында. Кәсібінен насып тапқан жанның бірі Құрбанжан Садыров. Істің көзін тауып, кәсіп бастағалы 3 жылдан асыпты. Ұлттық тағамдармен қоса қажетті азық-түлік сатады. Одан бөлек жақында шағын дәмханасын ашты. Шаруасын дөңгелетіп отырған азамат мараторий мерзімін ұзартқанына ерекше қуанғанын айтады. Себебі негізсіз тексерулер кәсіпкерлердің жұмысына қолайсыздық тудырады дейді. Благодаря политики президент саясатының арқасында біз 3 жылға мораторий шарттарын алдық. Бұл біздің бизнесімізге көп көмектеседі, кеңеюге жол ашады. Қоғамға да көбірек пайда әкелуге мүмкіндік береді. 3 жыл ішінде мораторий өте жақсы нәтиже көрсетеді деген ойдамын. Басшылықтың тексеріс мерзімін ұзартқанына қуанып тұрмын. Мораторий мерзімі ұзарды, бірақ кәсіпкерлер қауымына қойылатын талап шарттар өзгеріссіз. Егер заңнаманы елемей, адам өмірі мен денсаулығына зиян келтіріп, қоршаған ортаға қауіп төндірсе, әрі тұтынушылардан арыз шағым түскен жағдайда мемлекет кез келген уақытта тексерулер жүргізе алады. Срок действия моратория продлен до 1 января 2024 года. Мораторийдің қолдану мерзімі 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін ұзартылды. Яғни 2024 жылға дейін шағын және орта бизнесте тексерулер болмайды. Сондай-ақ кәсіпкерлер тарапынан құқық бұзушылық байқалатын болса, Қазақстан Республикасы кодексінің 144 бабы бойынша тексерулер жүргізілетін болады. Айта кетейік, қаулыға сәйкес кәсіпкерлерді қағазбастылықтан арылтып, есеп беруде цифрландыруға басымдылық берілетін болады. Камила Тыныштай, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған.